Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен мен Сапаров Нұрәділ. Бүгін сіздерге мен қалай YouTube'да баннер жасау керектігін үйретемін. YouTube'да баннер дегеніміз ол өзіңіздің каналыңыздың әсемдігі үшін тұратын фотосурет болып табылады. Мысалға, менің каналымның баннерін көрсетейін. Баннер дегеніміз баннер дегеніміз осындай болады. Каналдың әсемдігі үшін. Бүгін мен оны жасауды үйретемін. Бірінші YouTube'ға кіріп, YouTube баннер темплейт деп жазамыз. Жазғаннан кейін астында кез келген баннер шығады. Кез келген өзіңізге ұнаған, мысалға мынаны алып көрейік. Мына ішінде жоқ, бұл баннер үйрет жасайды екен. Қазір тағы бүгін көрейік. Міне. Бұл менің баннерім, міне, өзім жасаған. Мысалға, осыны керден жасап көрейік. Міне, скачет етіп аламыз бірінші. Міне, мына жерде скачет етіледі. Бұл фотошоптан көрі өзіңізге ыңғайлы дайын тұрған. Вам надоело множество видеороликов, в которых вам обещают горы богатства для получения... Фотошоппен уақыт кетіргенше осы YouTube баннермен уақытыңызды үнемдеуге болады. Қазір скачет етіліп болғасын. Қазір скачет етіліп болды уже. Ашамыз, міне, сверт етіп қойын. Міне ашамыз, міне YouTube баннерге кіріп, міне сізде міндетті түрде Photoshop программасы болу керек. Photoshop программасы болмаса істелінбейді. Кіріп, баннер темплейтке кіріп, қазір міне Photoshop арқылы кіріп жатыр. Adobe Photoshop CS6 деген сізде Photoshop болу керек. Сіз кіргеннен кейін, міне, сізде осы жаңа баннердің сурет ашылады. Окей, баста салайық. Міне, баннердің суреті ашылды. Сізде оң жағыңызда мұндай батырмалар болады, міне. Мына үстіне жазылып, Т дегеніміз ол бана жазылып тұрған әріптен ең бірінші басында мына your name деген осының батырманы, міне Т-ның үстінен басамыз. Т-ның үстінен басқаннан кейін өсіп жазуды алып тастаймыз. Міне өзіңіздің каналыңыздың атын жазып қоюға болады. Міне сөйтіп әсемдеп, сохранить етіп, өзіңіздің каналыңыздың баннеріне қоюға болады. Сіздермен болған мен Сапаров Нұрәділ. Келесі кездескенше сау саламат